Сүйікті көрермендер, бүгінгі менің мына көрсетпекші болған программам түлкі мен дойбы. Бұны түлкі маған есіме жақсы болып келіп жатыр дегенде, біз қазақтар мына бала уақытынан бастап мына қазақи мәдениетте жүрген жігітпен мына ханымдардың барлығы біледі. Мына Алдар Көсен деген ертектерді естіп өстік. Сол Алдар Көсен дегенді мына ертектердің ішінде мына Ертөстік деген батыр болатын. Сол ертектердің ішінде мына қу түлкі болатын. Ал енді осы қу түлкі деген менің мына миыма өте мына әсері өте анық болып тұр да, бұл естен ұмытылсыз ертеки мына карактерлер. Ал енді бұл менің әкемнің арманы мен бір сыпайшы болу. Сыпайшы болса дейтін еді. Сол енді сыпайы болып әрбір елге мынандай бір зақым келтірмейтін мынандай азамат болса екен, көпшілікке жардам келетін мынандай азамат болса екен деп армандайтын. Ал енді әкемнің мына ойымен ойласақ, бұл бұндай болып келеді. Біз ата-бабамыз бұл ойыншықты жасамасақ да өмір сүріп келе жатқан едік. деу мүмкіншілік бар еді. Ал енді бұл енді әзір бұл енді жаңа заманның техникалық дамуы, базардың сұраныс бойынша осылай зерттеу жүргізіп жатырмын. Ал енді бұның істетілу орны өте көп. Бұл енді жалғастырылған мына көрсеткіштерде, мына программаларда сіздер көрген болады. Ал енді бүгінгі көрсеткіш осы болды. Осымен барлығы бүгінгі сауда осымен. Ал енді ендігі кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Sağ olunuzlar.